Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісі және мәслихат депутаттарының сайлауын тағайындауға қатысты үндеуін жариялады. Бүгін мен парламент мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойдым. Орталық сайлау комиссиясының қаулысымен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы тағайындалады. Алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасын әзірлеуіне, партиялық инфрақұрылымдарды жетілдіруіне уақыты жеткілікті болды, деді ел президенті. Орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура сайлаудың заңдылығын, ашықтығын және әділдігін сақтау үшін тұрақты бақылау жүргізіп отырады. Жаңа сайлау науқанына дейін саяси жаңғыру, көп партиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысуы аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданғанда президент атап өтті. Біріншіден, енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттердің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Бұдан бөлек саяси партиялар фракцияларының жетекшілеріне парламент палаталарының бірлескен отырысында, парламент мәжілісінің пленарлық отырысында, тұрақты комитеттердің жұмыс топтарының отырыстарында, парламенттік тыңдауларда және басқа іс-шараларда сөз сөйлеуге кепілді құқық беріледі. Екіншіден, парламенттік тәжірибемізде алғаш рет партиялық тізімге әйелдер мен жастар үшін 30% квота енгізілді. Үшінші, алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім бойынша өтеді. Өз үндеуінде Қасым-Жомарт Тоқаев біздің ортақ миссиямыз Қазақстанда өркендету, азаматтарымыздың игілігі үшін қызмет ету дей келе азаматтық ұстаным танытып, парламент мәжілісінің және мәслихаттардың алдағы сайлауына ұйымшылдықпен қатысуға шақырды.